Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге тура ресторандағыдай барбадос сиробымен жасалынатын 9 түрлі лимонад рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл лимонадтар жазды күні шөліңізді жақсы басады, және үйіңізге қонақ келгенде ұсынсаңыздар, қонақтың сүйікті сусыны болады. Сонымен қатар күнделікті балаларыңызға жасап берсеңіздер де болады. Мерекелік кештерге заказ қабылдап, өздеріңіз дайындап сатсаңыздар да болады. Қажетті заттар видеоның астында описаниеде көрсетілген. Ескертетін бір жайт, описаниеде көрсетілген мөлшер 1,5 литрлік графинге арнап дайындалған. Қажетіңізге қарай салынатын заттардың мөлшерін көбейтіп, қажет мөлшерге дейін дайындасаңыз болады. Ең бірінші, қазіргі уақытта хит болған мохито лимонадын дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға қажетті мөлшерде жақсылап жуылған жалбызымызды саламыз. Содан кейін лимонымызды саламыз. Оның үстіне мохито дәмімен жасалынған барбадос сиробын 150 грамм өлшеп құямыз. Содан кейін 750 грамм салқын сарағашты өлшеп құямыз. Көз мөлшермен құйсаңыздар да болады. Мен өлшейтін ыдысым кішкентай болғандықтан 400 грамм, 350 грамм ғып 2 бөліп құйдым. Жақсылап араластырамыз. Ұсынар алдында 300 грамм мұз саламыз. Болмаса сарағашты өте мұздай қылып, бірден 1 литр құйсаңыз болады. Міне біздің қазіргі уақытта хит болған мохито сиробымыз дайын болды. Үйлеріңізде жасап көріңіздер. Келесі лимонад қауын және қарбыз дәмдерінен жасалынған арбуз дыня лимонады. Арбуз дыня лимонадын жасау үшін бірінші жалбызымызды ыдысымызға саламыз. Содан кейін лимондарымызды саламыз. Қарбыз дәмімен жасалынған барбадос сиробынан 75 грамм құямыз. Содан кейін қауын дәмімен жасалынған сироптан 75 грамм құямыз. 700 грамм салқын сарағашымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Лимон және жалбыздың дәмі шығу үшін 10 минутқа қойып қоямыз. Ұсынар алдында 300 грамм мұз салуды ұмытпаңыз. Міне біздің арбуз дыня сиробымыз дайын болды. Бұл лимонадтың түсі де, дәмі де өте ерекше. Қысты күні жазды сағынған болсаңыздар, осы лимонадты дайындауға кеңес беремін. Келесі шие және жалбыз дәмдерінен жасалынған вишня мята лимонадымызды дайындаймыз. Дайындау үшін әдеттегідей ең бірінші ыдысымызға жалбызымызды, содан кейін лимондарымызды саламыз. Содан кейін шие дәмімен жасалынған лимонадтан 75 грамм өлшеп құямыз. Оның үстіне жалбыз дәмімен жасалынған лимонадтан өлшеп 75 грамм құямыз. Салқын сарағашымызды құямыз. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Дәмдері бір-біріне сіңіп, жалбыз бен лимонның дәмі шығу үшін 10 минутке қойып қоямыз. Үстіне 300 грамм мұз салып, қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Бұл лимонадтың да дәмі ерекше, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Келесі апельсин және лайм сироптарынан жасалынған цитрусовый лимонад. Бұл лимонадты дайындау үшін әдеттегідей ыдысымызға лимонымызды, жалбызымызды және апельсин саламыз. Содан кейін апельсин дәмімен жасалынған сиробымыздан өлшеп 75 грамм құямыз. Лайм дәмімен жасалынған сиробымыздан өлшеп 75 грамм құямыз. Оның үстіне салқын сарағашымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. 10 минутқа қойып, үстіне мұз салып, іше берсеңіздер болады. Бұл лимонадтың түсі ерекше, ал дәмдері лимонадтардың бірінен бірі өтеді.
әрқайсысын дайындап көріңіздер. Келесі лимонадымыз клубника маракуйя деп аталады. Клубника маракуйя лимонадын дайындау үшін әдеттегідей ең алдымен ыдысымызға лимонымыз бен жалбызымызды саламыз. Содан кейін клубника дәмімен жасалынған сиробымыздан 75 грамм өлшеп құямыз. Оның үстіне маракуйя дәмімен жасалынған сироптан өлшеп 75 грамм құямыз. Содан кейін әдеттегідей салқын сарағашымызды құямыз, жақсылап араластырамыз, 10 минутке қойып қоямыз. Сумен біздің клубника маракуйя лимонадымыз дайын болды. Ұсынатын кезде міндетті түрде мұз саламыз. Жоғарыда айтып өткендей, сізде дайын мұз болмаса, сарғашыңызды алдын ала тоңазытқышта мұздатып алсаңыз болады. Бұл лимонадтарды мұздатып ішкен дұрыс. Бұл лимонад клубниканы жақсы көретіндердің сүйікті лимонады болады деп ойлаймын, және оның қасына маракуйя қосылып, дәмі өте ерекше болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі тархун лимонады. Дәмі нағыз Совет үкіметіндегі тархун лимонадындай шөліңді жақсы басатын лимонад. Ал енді лимонадымызды дайындауға кірісейік. Ол үшін бізге әдеттегідей лимон мен жалбыз керек. Ең алдымен ыдысымызға лимонымызды және жалбызымызды саламыз. Содан кейін тархун дәмімен жасалынған сиробымыздан өлшеп 150 грамм ыдысымызға құямыз. Содан кейін салқын сарағашымызды құямыз, жақсылап араластырып, үстіне мұз салып іше берсеңіздер болады. Бұл лимонадымыздың түсі қанық жап-жасыл әдемі болып шығады, ал дәмі тархун лимонадын жақсы көретіндердің көңілінен шығады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі өте ерекше апельсин мен гранат сироптарының қосындысынан жасалынған апельсиново-гранатовый лимонадымыз. Бұл ерекше рецепт және ерекше дәм болып табылады. Міндетті түрде жасап, өз бағаларыңызды беруіңізді сұраймын. Ал енді лимонадымызды жасауға кірісейік. Бұл жолы ыдысымызға лимонның орнына апельсин саламыз. Содан кейін әдеттегідей жалбыздарымызды саламыз. Содан кейін гранат дәмімен жасалынған сиробымыздан 75 грамм өлшеп құямыз. Оның үстіне апельсин дәмімен жасалынған сиробымыздан өлшеп, одан да 75 грамм құямыз. Содан кейін әдеттегідей салқын сарағашымызды құямыз. Лимонадымызды жақсылап араластырамыз, дәмдері шығып бір-біріне сіңу үшін 10 минутке қойып қоямыз, және ұсынар алдында мұз салуды ұмытпаңыз. Ал міне біздің оңай әрі тез дайындалатын, келген қонақтар міндетті түрде рецептін сұрайтын апельсиново-гранатовый лимонадымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Келесі менің сүйікті лимонадым киви маракуйя лимонадының рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға описаниеда көрсетілген мөлшерде лимонымыз бен жалбызымызды саламыз. Содан кейін маракуйя дәмімен жасалынған сиробымыздан өлшеп, ыдысымызға 75 грамм құямыз. Оның үстіне киви дәмімен дайындалған сиробымыздан өлшеп, одан да 75 грамм құямыз. Оның үстіне салқын сарағашымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз, 10 минутке салқын жерге қойып, ұсынар алдында мұзымызды саламыз. Киви маракуйя лимонадымыз дайын болды, міндетті түрде жасап көріңіздер. Лимонадымыздың соңғы рецебі және бір-бірімен ерекше үйлесім тапқан вишня тархун лимонадын дайындаймыз. Лимонадымызды дайындау үшін ең алдымен ыдысымызға лимонымызды және жалбызымызды саламыз. Содан кейін тархун дәмімен дайындалған сиробымыздан 75 грамм құямыз. Оның үстіне вишня дәмімен жасалынған сиробымыздан да 75 грамм құямыз. Салқын сарағашымызды құямыз. Әдеттегідей жақсылап араластырамыз, салқын жерге 10 минутқа қойып, үстіне мұз салып, қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Шие мен тархун дәмдерінің бір-бірімен үйлесімдігін білгіңіз келсе, осы лимонадты жасап көріңіз.
Осы мен ұсынған рецепттер бойынша лимонадтарды жасап көріп, сізге қай лимонад ұнағанын комментарийда қалдыра кетіңіз. Сонымен қатар видеода описанияның астында видеода түсірілмеген басқа да лимонадтардың рецептімен бөлісемін. Оларды өздеріңіз жасап көрсеңіздер болады. Және менен сіздерге лайфхак: тек клубниканың өзінен клубничный лимонад, немесе апельсиновый лимонад, немесе қарбыздың өзінен арбузный лимонад жасасаңыздар болады. Егер сізде клубника және фруктовый сироптары болса, менің клубничный және фруктовый чайларымды осы лимонадтармен жасап көрсеңіз болады. Шайларға сілтемені описанияның астында қалдырамын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және видеоны сақтап алып, достарыңызбен бөлісіңіздер.